Шыңғыс хан. Басен Чжабу қытайлық актер 2004 жылы шыққан тарихи телесериалда Шыңғыс ханның басты рөлін сомдағанымен танымал актер. Бұл кісі қазақтарға не қатысы бар? Қазақша сөйлеуді қайдан біледі деп ойласаңыз, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Басен Чжабу Қытайдың ішкі Моңғолия аймағында дүниеге келген. Бұл жер моңғол халықтарының мекені болып табылады. Бұл жер мен оның мәдениеті мен тілі оның жеке басының қалыптасуына үлкен әсер еткен, өйткені ол этникалық моңғол. Моңғолдар мен қазақтар әрине әртүрлі халықтар болғанымен Орталық Азияда тарихи байланысы бар. Олар жиі қарым-қатынас жасап, ортақ тарихи оқиғаларды бірге бастан өткерген. Шыңғыс ханның билік еткен кезеңінде қазақ жерлері Моңғол империясының құрамына кірген, ал Шыңғыс хан Орталық Азия халықтары үшін маңызды тарихи тұлға болып саналады. Басеннің өзі туралы айтқанда, оның Шыңғыс хан туралы жобадағы рөлі моңғолдардың тарихи мұрасы мен мәдениетімен байланысын көрсетеді. Бұл рөлдің таңдауы қазақ аудиториясы үшін де қызықты болуы мүмкін, себебі Шыңғыс хан Орталық Азия халықтары, оның ішінде қазақтар тарихында маңызды тұлға. Басен Чжабудың өмірбаянына сәйкес, ол театр және кино саласында білім алған және содан бері әртүрлі фильмдер мен телесериалдарда өнер көрсетіп, өзінің мәдениеті мен идентичностін көрсету үшін тарихи рөлдерге ерекше көңіл бөлген. Қазіргі уақытта Басен Чжабу туралы ашық дерек көздерде ақпарат өте аз, өйткені ол көптеген батыс немесе қытайлық актерлер сияқты халықаралық деңгейде танымал емес. Дегенмен оның өмірі мен шығармашылығы туралы бірнеше маңызды деректерді атап өтуге болады. Тегі, Басен Чжабу ішкі Моңғолияда дүниеге келген. Бұл Қытайдың автономиялық аймағы және онда этникалық моңғолдар көп тұрады. Бұл оның Шыңғыс хан мен Моңғол империясының тарихымен тығыз байланысты мәдени және тарихи дәстүрдің бөлігі болуына мүмкіндік береді. Кино саласындағы карьерасы. Чжабу Қытайда кино мен теледидар саласында жұмысын бастады, бірақ танымалдық оған дәл Шыңғыс хан рөлін сомдаған 2020 жылғы телесериал арқылы келді. Бұл тарихи жоба Шыңғыс ханның өмірі туралы баяндайды. Ол моңғол тайпаларын біріктіріп, тарихтағы ең үлкен империяны құрған ұлы қолбасшы. Рөлдердің тақырыптық бағыттылығы. Актер өзіне тарихи тұлғаларды бейнелеу арқылы танымал болды. Бұл оның Шыңғыс хан сияқты ұлы тарихи фигураларға қатысты мәдениетінен туындайды. Сондықтан ол алдағы уақытта Орталық Азиямен байланысты тарихи тақырыптарға арналған жобаларда рөлдерді жалғастыратын болуы мүмкін. Қазақтар мен мәдени байланыс. Басен Чжабу этникалық моңғол болса да, оның Шыңғыс хан рөліндегі қатысуы қазақ аудиториясы үшін де қызықты. Қазақстан Орталық Азияның бір бөлігі ретінде моңғолдармен ұзақ уақыт бойы байланыста болды. Шыңғыс хан мен оның империясы қазақ халқының тарихи дамуына үлкен әсер етті, өйткені қазіргі Қазақстан аумағы моңғол империясының құрамында болған. Бұл контекст актердің сериалдағы рөлін қазақтар үшін ерекше маңызды етеді. Қазіргі уақытта Басен Чжабу мен оның басқа кино жобаларындағы жұмыстары туралы жеке өмірі жайлы ақпарат аз, себебі ол әлі де халықаралық танымалдыққа жетпеген болуы мүмкін.